Бүгін мен сіздермен жалпы бала тәрбиесі туралы сөйлескім келеді. Соның ішінде балалар және смартфон деген тақырыпты алып отырмын. Соңғы кездері осы сұраққа байланысты жиі сұрақ келеді. Көп кісілерді, ата-аналар бұл мәселе мазалайды. Әсіресе бірнеше күн бұрын осыған байланысты опрос жүргізген кезде көп ата-аналардың бұл мәселе бойынша қиналып жатқанын байқадым, көрдім. Бүгін сол тақырып туралы бастаймыз. Психологпен кешкі шайды, сұрақтарыңызға жауап береміз. Мүмкін болғанша тақырыпқа байланысты сұрақ қойыңыздар. Жалпы бала тәрбиесіне байланысты сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Ескертіп өтейін, достар, біздің онлайн отбасы академиямыз бар. Жалпы сол жерде ата-ана мен бала қарым-қатынасын жақсартуға байланысты саналы ата-ана болу өнері деген арнайы курс бар. Бұл курсты біз ұзақ уақыт дайындадық, реттедік, кәсіби түрде видеосын, съемкасын жасап түсірдік, сабақтарды жүктедік. Курстан өтіп атқан ата-аналардан өте керемет кері байланыс алып отырмыз. Бұл бізді одан да шабыттандырып жатыр. Сол үшін сол курстан өтуге кеңес беремін. Тікелей эфирмен курстың айырмашылығы, тікелей эфирде біз белгілі бір тақырыпты қысқаша кіріспе ретінде ғана талқылаймыз, және сұраққа бір жауап ретінде өтеді көбінесе. Ал курстың айырмашылығы, ол жерде жүйелі түрде видео сабақтар бар. Әрбір сабақтан кейін нақты тапсырмалар бар, жаттығулар бар, және оларды тексеретін кураторлар бар, тексереді, кері байланыс береді. Тапсырмаларды толық орындап, бүкіл сабақтардан зачет алатын болсаңыз, онда сізге отбасы академиясы атынан арнайы сертификат беріледі. Яғни сіз саналы ата-ана болу өнері курсын сәтті аяқтады, саналы ата-аналар қатарына қосылды деген сіздерге сертификат беретін боламыз. Сол үшін сондай курстарымыз бар екен, ұмытпаңыздар. Профильде онлайн отбасы академиясының ссылкасы тұр. Сол ссылка арқылы өтесіз, курсты сатып аласыз, және саналы ата-ана болуды бастайсыз. Ал кеттік, құрметті достар. Бүгінгі тақырып бала тәрбиесі, соның ішінде балалар және смартфон. Бірінші комментарий ретінде астында қыстырып қойдым, көріп отырсыздар. Тақырыпқа байланысты сұрақтарыңызды жалап-жалап жаза беріңіздер, сәлден кейін оларға да жауап беремін. Біріншіден, бала мен смартфонды бір-біріне қас, бір-біріне дұшпан көрмеу керек. Бір-біріне қас, бір-біріне дұшпан көрмеу керек. Қайтаға мәселе баланың смартфон қолдануына қарсы шығу, смартфон қолдатқызбау, бүкіл гаджеттер зиян, олар роботтар бізді жаулап алады, киборгтар ретінде қарамау керек. Смартфонды, гаджеттерді, соның ішінде планшет болады, ноутбук болады, телефон болады, заман талабы ретінде көру керек, заманның бір қажеттілігі ретінде көру керек, және оны дұрыс қолданудың жолдарын үйрету. Ешқашан смартфонға қарсы болмаңыздар. Смартфонға қарсы болу деген сөз, балаға қарсы болу деген сөз. Бәрібір оны жеңе алмайсыз. Бекерге баламен қарым-қатынасыңызды нашарлатып аласыз. Сол мәселені құрметті ата-аналар ескеріңіздер. Енді смартфонға жалпы былай қарау керек. Неге бұл қазіргі заманның талабы, ерекшелігі болып қалды? Мысалға, кешірек қарайтын болсақ, ертерекке қарайтын болсақ, көлік, мысалы, автокөлік бар. Автокөлік заман талабы, заманның қажеттілігі ма? Бірақ автокөліктің өте көп зияны бар негізі, білесіз ба? Яғни өзінің шығып атқан газдарынан бастап, құртып атқан бензині, жағып атқан майы, авариялар, соғысулар, пробкілер, денсаулыққа, өмірге зияны, зиянды және риск өте жоғары. Былай қарасаңыздар, не істейміз енді? Зиянды деп біз бәріміз көліктен бас тартқан жоқпыз. Зиянды деп біз көліктерді алып тастап жатқан жоқпыз. Зиянды деп біз көлік қолдануға шектеу қойып жатқан жоқпыз. Біз не істеп жатырмыз? Бұл зиян, бұны қалай реттей аламыз? Қалай тәртіпке келтіре аламыз? Не істедік? Жол салдық, светофорларды қойдық, ережелерді бекіттік. Көпшілік жүретін автобус сияқты қоғамдық көліктерді дамыттық, көліктердің санын азайту үшін. Жалпы ағаш көбірек егіземіз, экологияны қорғауға тырысамыз. Сөйтіп, мәшіне керек, бірақ зиянын азайту, мәдени түрде экологичный қолданудың жолдарын үйретіп жатырмыз. Велосипед қолдандар деді, самокат қолдандар деді, жаяу жүріңдер деді. Сөйтіп, как-то бір баланс ұстап келе жатырмыз.
бала мен смартфон арасында қарым-қатынас дәл солай. Смартфон заманның талабы, қазіргі кездің қажеті, онсыз өмір сүре алмаймыз, бірақ оны толығымен ал қалай қолдансаң солай қолдан десек, баланы бітшін шығарамыз, еш қолданбай десек, баламызбен қарым-қатынасымыздың бітшін шығарамыз. Қайсысын таңдаймыз? Әрине, әрдайым айтатындай, орта жолды таңдаймыз. Орта жол қандай? Орта жол біріншіден әрбір ата-ана 16 жасқа дейін, мүмкін болса 18 жасқа дейін баланың смартфонына 24 сағат доступ болу керек. Яғни балаға смартфон алып беріп жатқан кезде келісім шартқа отыру керек. Мен саған смартфонды берем, бірақ бұл байланыс құралы, білім алу құралы, жұмыс істеу құралы, қауіпсіздік құралы. Бір жерде қалып кетсең звондайтындай, геолокация жіберетіндей, WhatsApp-қа жауап беретіндей, бір ыңғайсыз жағдай болатын болса, қауіпті жағдай болса, видеоға түсіретіндей. Яғни бұл менің жеке затым, дүнием, қалай болса солай қолданам, не болса оны істеймін деген нәрсе жоқ. Телефон аласың ба, бұны белгілі бір ережемен қолданасың. Келістік па? Келістік. Енді ең бірінші бала телефонға пароль қоятын болса, ата-анаға қарсы қоймайды. Үйден тыс адамдарға қарсы қояды. Класстастары көріп қоймасын, сыртта жүрген кезде біреу алып телефонына кіріп кетпесін, мошенникке алып кетпесін деп қолданады. Ата-ана қалаған уақытында баланың телефонын қолдана алады, көре алады, спокойно кіре алады. Любой бір сайтқа, парақшаға кірген кезде ешқандай ыңғайсыз нәрсе шықпайтындай атмосфера қалыптастыру керек. Бала да оны білу керек. Яғни бұл телефон саған аманат. Не деген сөз аманат? Сенің қажеттілігің бар, мен саған смартфондар да арзан емес, осыншама ақша бөліп алып беріп жатырмын, бұны сен ұқыпты қолдануға, пайдалануға міндеттісің деп балаға соны жүктейміз. Ата-ана баланың паролін білу керек, қандай сайтқа кіріп жатқанын білу керек. Любой браузер, сайтқа кіретін жерде браузер деп айтады. Көбінесе Chrome қолданылады мысалға. iPhone болатын болса Safari қолданылады. Браузердің историясы бар. Историясын время от времени қарап отыру керек. Менің балам қандай сайттарға кіріп жатыр, қандай мақала іздеп жатыр, қандай бағдарламалар көріп жатыр, телефонда қандай приложениялар бар, бұл приложениялар не үшін керек деген сияқты полностью телефонын не істейсіз, ақтарасыз, қарайсыз, көресіз, білесіз, хабардар боласыз. Бұл екінші мәселе. Үшінші мәселе, ата-ана ретінде сіз балаңызға родительский контроль бағдарламасын қолдану керексіз. Родительский контроль ата-ана қолданы. Ең ыңғайлысы Play Marketте және Apple Store'да Family Link деген программа бар. Family Link. Комментарийге жазып қояйын. Family Link. Family Link деген приложение скачать етесіз. Сол арқылы сіз өз телефоныңызда балаларыңыздың, яғни балаларыңыздың, бір бала емес, бірнеше балаларыңыздың смартфондарын, гаджеттерін, планшеттерін тексере аласыз. Мысалға мен өз тәжірибемнен айтайын. Білесіздер, мен айтқан нәрсенің көбісін алдымен өзім істеуге тырысамын. Артықшылықтарын, кемшіліктерін көрем, одан кейін сіздерге ұсынамын. Мысалы, біздің баламызда, үлкен қызымызда смартфон бар. Екінші ұлға біз смартфон алып бергенбіз болғанда үлкен қыздықын қолданған. Бірақ ол как-то қызықпады. Тастап кетеді, ұмытып кетеді, мектепте қалдырып кетеді, үйден алмайды. О смартфонды біз өзіміз үшін бердік. Яғни мектепке келе жатқан кезде балам келе жатырмын, воротаның алдына шығып тұр. Балам келе жатырмын, қайдасың, мен мына воротада тұрмын, сен ана воротаға кетіп қалған жоқсың ба деген сияқты байланыс үшін біз бергенбіз. Бірақ баламыз қолданбады. Үлкен қызымыз да бар, бірақ екі телефонда Family Link арқылы родительский контроль бағдарламасына байланған. Мен ол жерде қандай установкалар қойдым? Баламның телефоны сағат нешеден нешеге дейін жұмыс істейді. Таңғы 7-ден кешкі сағат 9-ға дейін. Болды. Сағат 7-ге дейін қап-қара экран тұрады, введите код, телефон недоступен еді, бала оны қолдана алмайды. Кешкі 9 болған кезде автомат түрде телефон өшіп қалады. Тек қана экстренный звоноктар ғана жасауға болады. Телефон полностью өшіп қалады, бала оны қолдана алмайды. Яғни түнде интернетке кірдім, түнімен ойын ойнадым, видео көрдім, YouTube қарадым, ұйқым қанбады, миым ашып жатыр деген проблемалар жоқ. Яғни қайта-қайта баланың артынан әр қадамын аңдап жүру, бұл ата-ана үшін қиын нәрсе. Бұның технологиялық шешімі бар. Осыны бағдарламалар жүктейсіз, телефонды байлап қоясыз, электронды почта арқылы байланады.
сөйтесіз да настройкалар өзіңіз қоясыз. Одан кейін смартфондың Family Link арқылы мен баламның телефонын баланың атына тіркедім. Бізде көп ата-аналардың жасайтын қателігі, мысалға магазиннен телефонды алады да, телефонды өзінің атынан тіркейді. Өйткені приложение скачать ету үшін өзіңіздің аты жөніңіз, электронный поштаңыз керек. Сіз өзіңдікін бере саласыз, сөйтіп балаға ұстата саласыз. Телефондар, яғни Samsung болсын, iPhone болсын, біздің баламызда Samsung, менің өзімде iPhone, мысалы әртүрлі программалар қолданып жатырмыз. Бәрінің логикасы бір. Олар мынаған қарайды. Бұл телефон ересек адамның телефоны ма, кішкентай баланың телефоны ма? Егер кішкентай баланың телефоны болатын болса, онда сол телефонға баланың жас ерекшелігіне сай бағдарламаларды ғана жүктеуге рұқсат береді. Керемет нәрсе. Мен телефонды таныттырдым. Телефонның иесі Ержан қызы Мариям, номері осындай, электронный поштасы осындай. Жасы нешеде деді? Жасын 9 дедім. Жынысы қандай деді? Қыз бала дедім. Оп деді, и жазу шықты. Біз бұл телефонға жас ерекшелігіне сай бағдарламаларды ғана жүктеуге рұқсат береміз. Все. Енді кейбір кезде менің телефоныма, телефоным қазір Инстаграмға қосып тұр, менің телефоныма тринг уведомление келеді. Қандай уведомление? Сіздің қызыңыз жас ерекшелігіне сай болмаған программаны скачать етіп алғысы келеді. Рұқсат бересіз ба, бермейсіз ба дейді. Көрдіңіз ба? Уже телефон контролер етіп жатыр. Google контролер етіп жатыр. Олар бәрін қадағалап жатыр. Баланың интернеттегі қауіпсіздігі, кибербуллингке қарсы Google-дың да, Apple-дың да бұған қызығушылығы бар. Олар соны қолдайды. Баланы бұзатын, семьяны бұзатын нәрселер емес олар. Уведомление келеді. Мен қараймын, қандай программа? Мен 9 жас ерекшелік қойдым ғой. Балама не келеді? Балам 12 жас, 13 жас, 15 жасқа арналған программалар скачать еткісі келеді. Түрім келеді, не екен? Сурет салу бағдарламасы екен. Сурет салу, бояу приложениясы. 9 жастан емес, оны 12 жастан бастап қолдану керек екен. Мен қараймын, нормальный болатын болса, разыва рұқсат беремін. Жарайды, осы ретте осы приложение скачать етсін. Мен өткенде мысалға Түркістанда болдым, Ақтауда болдым, Алматыда болдым, басқа қаладамын. Қызым Астанада, мен Алматыда отырып рұқсат берем, немесе бермеймін. Рұқсат берем десе, Астанада оның телефонына программа скачаться етіледі, қолдана береді. Рұқсат бермеймін, қарадым, что-то ұнатпадым, біртүрлі программа екен, қызыммен мен бұл туралы сөйлесейін дедім ба, отменить дедім, программа жүктелмейді. Бала оны істей алмайды. Сол арқылы сіз балаңызды смартфонның зияндарынан қорғай аласыз. Осындай өте қарапайым, қолжетімді, тегін қызметтер бар, услугалар бар. Соларды пайдаланыңыз, сол пайдалану арқылы балаңызды әжептәуір интернеттен қорғай аласыз. Одан кейін балалардың мынандай нәрсесі бар. Олар YouTube мысалға. YouTube-қа не істейді? Айтады, балаңызға қандай YouTube жүктейік деді. YouTube Kids бар, YouTube Дети. Чисто балаларға арналған контент, спокойно беріп көргізіп қоюға болады. Немесе YouTube 12 жасқа дейін, 12 жасқа дейінгі YouTube бар, 16 жасқа дейін YouTube бар, и 18 плюс YouTube бар. Әртүрлі YouTube. Кәдімгі YouTube-ның өзі жастарға бөлінеді. Сөйтіп YouTube Kids біздің балаға слишком кішкентай болады. Ол көбінесе 5-6 жас балдарға, 7 жас балдарға қызық, ол жердегі мультиктер көбінесе. Менің қызым YouTube-тан андай сурет салу видеоларын жақсы көреді. Суретші балалар өздерінің салған суреттерін түсіреді, YouTube-қа салады. Менің қызым соған қарап сурет салуды үйренеді. Сөйтіп маған попросить етті, әке менің 12 жастағы YouTube-ті қолданайыншы деді. Сөйтіп мен ең минимальный 12 еді, кажется, қателеспесе одан төмен етап жоқ, 12-ке рұқсат бердім. 12-де осындай пайдалы видеолар бар, контенттер бар, тексеріп қарап тұрасыз. И ол жерде қан жоқ, ашық-шашық видеолар жоқ, клиптер жоқ, жағымсыз болған сөздер жоқ, фильмдер жоқ, мысалға ондай зиянды нәрселердің ешқайсысын YouTube менің қызымның телефоны YouTube-на көрсетпейді. Уже ограничение тұр. Ограничение тұр, бала автоматты қолданған. Әрине, бәрін технологиялық жүктеп қойып, өз бетімен қалдыруға болмайды. Время от времени мен бәрібір қараймын, тексерем, историясын көрем, қандай каналдарға жазылып жатыр, нені көріп жатыр, қанша уақыт көріп жатыр, соның барлығын сіз
Family Link бағдарламасы арқылы көре аласыз. Және ол жерде мысалы жалпы телефонды таңғы 7-тен 9-ға дейін ба, немесе таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін ба, қанша уақыт қолдануға рұқсат берсеңіз, соны қолдануға болады. Одан бөлек әрбір приложенияға уақыт қоюға болады. Мысалға, менің балам, ата-аналардың көбісі жалғатса ететін нәрсе Free Fire ойыны. Сөйтіп айтасыз, менің балам Free Fire'ды күніне 2 сағаттан артық ойнамасын. Все. Бір күн бойы телефон өзі оны қадағалайды. Таңертең жарты сағат ойнадым, обедте жарты сағат ойнадым, түстен кейін 15 минут ойнадым, одан кейін там 45 минут ойнадым болды ма, общий 2 сағат болған кезде приложение жабылып қалады. Уровеньді өтпей қалдым, кішкене қалған еді, командамен ойнамадым деген нәрсе жоқ. Сөйтіп бала нені білетін болады? Менің бұл приложение ойнау уақытым 2 сағат, мен соны ыңғайлатып қолдануым керек. Достармен позитив ойнайын ба, жалғыз отырып ойнайын ба, уақытын қарайды. Уақыт қадағалау, уақыттың өтіп бара жатқаны, қанша уақыт өткенін ескеру үшін, шынайы әлеммен виртуалды әлемге полностью ауып кетпес үшін осындай лимиттер қойып отыру өте маңызды. Және бұлардың бәрін істеп атқан кезде баланың қалаулары, баланың ойы, баланың пікірін ескеру керек. Андай бір диктатор сияқты болып, бұдамда осылай болады, сөйтесің, бүтесің. Ондай емес. Балам, мен сенің телефон қолдануына қарсы емеспін, бірақ телефонның пайдасымен қоса зияндары бар. Сол үшін сол зияндардан сені қорғау үшін, шектеу үшін осындай шаралар қолданайын деп жатырмын. Кел, сенімен бірге ақылдасайық. Не дейсің? Менің ойымша 9-дан 6-ға дейін саған жетеді. Ой, әке, аз болады ғой, давай хотя бы 8-ден, таңғы 8-ден болсын. Жай, таңғы 8-ден, кешкі 7-ге дейін болсын. Окей, ладно, плюс бір сағаттан деген сияқты. Мына приложение қалсын ба, мына приложение кетсін ба, мына приложение сабақ үшін керек. Бұл постоянно ашық болсын. Мына приложение зеріккен кезде, демалған кезде мен там фильм көремін, ойнаймын, сол үшін керек. Жақсы, оны 2 сағатқа шектейміз, мынаны мынанша сағатқа шектейміз деген сияқты. Бір рет бүкіл настройкалар жасап аласыз, одан кейін емін еркін спокойно жүресіз. Андасында аптада бір рет, 2 аптада бір рет, айына бір рет, конечно, телефон деп алып, просто бір қарап шығасыз. Перепискалар, кіммен жазып жатыр, не жазып жатыр, кім оған жазып жатыр, не болып жатқан сияқты жазғаннан кейін сіз балаңыздың смартфонды қалай қолданып жатыр, қаншалықты экологично қолданып жатыр, қандай пайдалары бар, зияндары бар, соның барлығын көре аласыз, тексере аласыз. Бұл мәселенің бір жағы, яғни технический жағы. Екіншісі, смартфонды экологично қолдануға сонымен қатар баланы кибербуллингке қарсы қорғау мәселесі де кіреді. Яғни оны WhatsApp группада біреу мазақтап жатса, Instagramда оны мазақтап видеолар, суреттер түсіріп жатса, чаттарда оны біреу тиісіп жатса, жекеге біреу жазып оны қорқытып жатса, бұлардың барлығы кибербуллинг деп аталады. Буллинг деген сөз қайталанатын агрессивті әрекеттер. Бұл буллинг, қайта-қайта болатын нәрселер. Ал кибербуллинг буллингтің интернеттегі көрінісі. Яғни класста 20 бала бір баланы мазақтайтын болса, бұл буллинг болады. Ал WhatsApp группасында 20 бала бір баланы мазақтап жазатын болса, бұл кибербуллинг болады. Поэтому кибер, то есть интернетте болып жатыр. Сандық ортада болып жатқан нәрсе кибербуллинг болып табылады. Осыған байланысты да баланың смартфон қолдану өте маңызды, үйрету керек. Балам, кибербуллинг деген нәрсе бар. Сені біреулер мазақтау мүмкін, суретіңді жағымсыз жағдайда қою мүмкін, шантажировать ету мүмкін. Немесе сен байқамай бір нәрсе біреуге жазып қойдың, оны біреу скриншот жасайды да, сен мына жазғаныңды біреуге көрсетем, ата-анаңа көрсетем, мұғалімге көрсетем, достарына көрсетем, ол үшін маған ақша бер, әйтпесе саған сөйтем, бүйтем деп қорқыту мүмкін мысалға. Осы тұрғыдан бұлардың барлығы кибербуллинг. Кибербуллингтің ең қауіптісі баланың танымайтын, білмейтін кісілермен переписка жүргізу. Бұл ең қауіптісі. Кейде мысалға балдар айтады, менің бір күшті досым бар, күшті подругам бар. Кім ол десем, интернетте таныстым. Қашан таныстың? Вот бір айдай болып қалды. Ашық сөйлесесіңдер ма? Біз любой нәрсені жазамыз, сөйлесеміз дейді. Сен оны көрдің ба деймін. Жоқ, көрмедім дейді. Сен оның дауысын естідің ба дейді. Жоқ, естімеді. Қайдан білесің подружка екенді? Енді ол маған айтты, аты Ақмарал, жасы 9-да, мен сияқты екен деп. Вот. Кейбір кезде не бір маньяктар, педофилдер, зорлықшылар, жауыз адамдар өздерін бала сияқты, немесе қыз сияқты көрсетіп,
балаңызбен қарым-қатынасқа кіреді. Одан кейін оның ашық-шашық суреттерін сұрайды. Ой, сен өте әдемі екенсің, а давай бір-бірімізді түсіріп жібереміз дейді да, бірақ интернеттен бір сурет жібереді, мынау менмін дейді да, сен өзін түсіріп жіберші дейді, майкаңды түсіріп жіберші дейді, іш киімді түсіріп жіберші дейді. Сөйтіп балаңыздың интимді суреттерін алып, одан кейін оны ары қарай шантажировать етеді, қиын жағдайға түседі. Бұл кішкентай ұл балдар болсын, кішкентай қыз балдар болсын, барлығына өтетін нәрсе. Бала бұл нәрсені ата-анаға айта алмайды, өйткені қателік істеп қойғанын біліп тұр, ситуациядан шыға алмайды. Кейбір кезде бұндай шантаждар баланы суицидке дейін жеткізуі мүмкін. Сол үшін бала телефонда WhatsApp болсын, SMS болсын, Telegram болсын, қандай переписка жасау мүмкіндігі бар болса, кіммен жазып жатыр, не туралы сөйлесіп жатыр, әрбір ата-ана 16 жасқа дейін точно 16-18 арасын қарау керек. Егер балаға сеніміңіз толық болса, кішкене еркіндік беруге болады, бірақ 16 жасқа дейін білу керек. Не қылып жатыр, не істеп жатыр, кіммен қарым-қатынас құрып жатқанын. Сол кезде сіз балаңызды кибербуллингтен, сырттағы жағымсыз әсерлерден қорғай аласыз. Яғни көріп жатқаныңыздай, бала мен смартфон мәселесі өте ауқымды мәселе. Осындай қауіптер бар, бірақ соған қоса мынандай айтып өткендей шешу жолдары да бар, алдын алу жолдары да бар. Оларды дереу міндетті түрде алыңыздар, қолданыңыздар. Бірақ мынандай нәрсе болады, кейбір кезде осы мәселелерді балаға түсіндіреміз, айтамыз, жеткіземіз деген кезде баламен конфликтке түсіп қаламыз, ренжісіп қаламыз, қарым-қатынасымыз нашарлап кетеді. Солай болмас үшін, опять-таки, баламен қалай сөйлесу керек, сөздерімізді қалай әсерлі қылу керек, баламызға өз айтқанымызды қалай істету керек, баланың қарсы шығуын, келіспеуін қалай қабылдау керек және қалай көндіру керек сияқты маңызды мәселелерді үйрену үшін, пайдалану үшін, білу үшін не істейсіздер? Біздің онлайн отбасы академиясындағы саналы ата-ана болу өнері деген курсты сатып аласыздар. Сол курстан өтесіздер және мына айтып жатқан дүниелердің барлығын оңай, жеңіл, ешқандай конфликтсіз, спокойно балаларыңызға жеткізе аласыздар. Біздің неде онлайн отбасы академиясында егер сіз кураторы бар пакет алатын болсаңыз, өйткені 3 пакет бар. Біреуінде не жоқ, куратор жоқ, өзіңіз көресіз, өзіңіз конспект жасайсыз, өз-өзіңмен жұмыс істейсіз, тек қана видеолар бар. Екінші пакет, стандарт пакетте куратор бар. Сол кураторлар сізге телефонның технический настройкаларын жасауға да көмектесе алады. Яғни дәл осы мәселе бойынша маған көмектесеңіз десеңіздер, курс барысында телефонның мына жерін ашыңыз, мына настройкасына кіріңіз, мынаны скачать етіңіз, мына жерде мынандай парольді ауыстырыңыз, мынандай имейлді ауыстырыңыз деп технически кәдімгі сізге көмектеседі. Сол арқылы сіз балаңызды осындай жағымсыз дүниелерден қорғай аласыз. Окей? Достар, сұрақтарға өтпестен бұрын кішігірім бір хабарландыру жасап жіберейін. Білмеймін, бүгін байқадыңыздар ма, байқамадыңыздар ма? Стористе бөлістім және лентада пост жаздым. Бүгіннен бастап біз сеніммен болашақ республикалық ата-аналар қауымдастығының бірлестігі, үлкен республикалық ұйым бар. Сол ұйыммен бірлесе жұмыс істейтін боламыз, бірлесе үлкен жобалар іске асыратын боламыз. Олармен басшылығымен барып сөйлестік. Мақсатымыз бір екен, подходтарымыз өте ұқсас екен. Олардың бізге беретіні көп, біздің оларға беретініміз біраз бар екен. Яғни мәселе отбасы мәселесі, ата-ана мәселесі, сол бірлестікпен жұмыс істедік. Жалпы сол постқа өтіңіздер эфирден кейін, постқа лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және сеніммен болашақ парақшасына тіркеліңіздер. Бұйырса алдағы уақытта күшті ортақ керемет жобалар жүзеге асыратын боламыз. Барлығы сіздер үшін, барлығы ата-аналар үшін, барлығы біздің отбасыларымыз үшін осындай керемет жобалар жасаймыз. Бүгін бар, өте қуанып қалдым. Олар өздері шақырды. Осындай онлайн отбасы академиясы бар екен, соны жүргізіп жатыр екенсіз. Ішінде жұмыс істейтін кейбір кісілерді мен бұрыннан танимын. Сондықтан бір-бірімізді танығаннан кейін, білгеннен кейін осындай бірлесе жұмыс істейік деген жақсы ұсыныстар болды. Бұйырса сіздер үшін жақсы, пайдалы дүниелер жасаймыз. Жалпы сеніммен болашақ қоғамдық бірлестігі алдағы уақытта республикалық деңгейде
ата-аналардың мүддесін қорғайтын, ата-ана және бала құқықтарын қорғайтын, республикалық деңгейде ата-ана мәселелерін көтеретін үлкен бір ұйым болады деп ойлаймын. Өйткені жұмыстармен таныстырды, жобаларын айтып жатты, мақсаттарын айтып жатты, өте үлкен ауқымды жұмыс істеп жатыр. Қазір уже біраз қалаларда филиалдар бар, кәдімгідей офистеріне барып кеңес ала алатын, сөйлесе алатын, өз проблемаңызды айта алатын, тәжірибе алмасуға болатын офистері бар. Сондай керемет жоба іске асырып жатыр. Бұндай ұйым бар, хабардар болыңыздар, тіркеліп қойыңыздар, жазып қойыңыздар. Менің парақшамдағы және стористегі постқа лайк басып, комментарий жазыңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.